тәуелсіздіктің арқамызда бізді өз күшімізді салып, өз ақылымызды салып, осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Бәрі аспанда Құдайдың арқасында, жерде елбасымыз Нұрсұлтан Әбіш Назарбаевтың арқасында болып жатқан тірлік деп ойлаймын мен. Енді соны дана саясатыны қолдап, көп ақылды керегі жоқ өзі. Елбасымыз бір жылда бір жолдауын бергенде соны оқып, естіп, көремізді, соны істей берсек, бәрі өзі болып жатыр. Только жалқау болмау керек, ерінбеу керек, әрекет қылу керек, кеміріп, құқтау керек, көбірек істеу керек. Абай атамыз айтқан, еңбектің аты рахат, жалқауының арқасы азап деп. Сол еңбектің арқасында рахаттанып, ойнап, күліп, елімізге қызмет етіп, мыңдан астам жұмысшыларға жұмыс беріп, мыңдан астам отбасылар баласы шағасын асырап, осы күнге жеп келіп жатырмыз. Таза жүріп, таза ақылдан істеу керек, бәрі болады. Ерінбеу керек, жалқау болмау керек, әрекет, тағын әрекет қылуымызда бәрі болады. Бұл дүнияның бәрін арқалап кетеміз деген нәрсе емес. Бұл жақсылық тек бір нәрсе қалады дейді. Қылған істерің, қылған жақсылықтарың қалады деген сөз бар. Қолымыздан келгенше медреселер салып жатырмыз, мектептерге қарасып жатырмыз, жетім-жесірлерге үй салып беріп жатырмыз. Өзіміз оқыған мектеплеріне соғыс ардагерлерге памятниктер істеп, солардың атын жаңалап жатырмыз, еске қойып жатырмыз. Көп жұмыстар істеп жатырмыз. Бұл бірі есімізде бар, бірі есімізде жоқ. Өзіміз 10 жыл бұрын тойханамызды сурет галереясыға сыйға тарттық. Елбасымыз саясатты қолдайып. Бізде бір жаман әдет бар. Төк бер. Бізді ойланайық, біз елімізге, халқымызға не бердік деген ойда біз соны атсалсайық. Тек бер дегесек, Құдайда бізді беті өріп кетпесін. 40 қойыңы, 41-ші қойы бір закет дейді. Бабамыз, Сергелі бабамыздың баласы Қарабатырымызды памятнигін аштық, бір ай болды ғана. Ота атамыздың осы тәуелсіздік үшін күрескен, атсалысқан, найзаны күшімнен, білектің күшімнен деген осы аталарымыздың есебі ғой деймін. Соларында аруақы разы болсын, Құдай разы болсын деп, сол атамызды памятнигін қолдап, қуаттап соны қойғанымыз осы еліміз үшін. Барлығымыз өзіміздің қолымыздан келетін еңбек етуіміз керек. Барлығымыз ай қошып кете алмаймыз ғой, ракетаға меніп. Бірау ракетаны жасау керек, бірау ракетаны құру керек, бірау ракетаны ұшу керек, бірау кепмен шауы керек, бірау огород қылуымыз керек, мал бағуымыз керек, елге қызмет етуіміз керек. Біріміз доқтырлығымыз істейміз, біріміз машина айдаймыз, біріміз ауқат пісіреміз, бір қылымыз ондай қыламыз. Сол барлығымыз өзіміздің еңбегімізді жақсылап етсек, бәр нәрсе болады. Балдардан, жастардан сұранатыным тек ерінбеу керек, жалқау болмау керек, іздену керек, әрекет қылу керек. Болады. Бүгін болмаса әрекет қылмай, ертең болмаса бір күні болады. Сол үшін тек әрекет қылу керек, істеу керек, қылу керек. Ана кеше елбасымыз Түркістанға келіп, рухани астанамызды өз көзінен көріп, қанша зданияларын ашып жатыр. Міне енді айтты ғой, бір-екі айдың ішінде барлығы ашылады, барлығы болады. Сол үшін солардың бәріміз қолдауымыз керек, істеуіміз керек. Елбасымызға, президентімізге мындан болайық.